Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы призма және оның элемент қасиеттері. Призма түрлерімен танысу және сол призма түрлері арқылы есептер шығару. Бұл бізде призманың жазбасы. Призмада бізде 6 жағы бар, 12 төбесі бар, табандары және қырларынан тұрады. Призма бізде екі түрге, екі денеден тұрады, параллелепипед және куб. Параллелепипед ол бізде екі түрде болады, тік параллелепипед және тік бұрышты параллелепипед. Осы екеуінің айырмашылығы неде? Тік параллелепипед дегеніміз ол жақтары, табандары мен тік бұрыш жасай орналасқан кезде пайда болған денелер ол бізде тік параллелепипед болады, яғни табаны мен жағының бұрыштары тік болып келеді. Ал тік бұрышты параллелепипед дегеніміз ол бізде табандары тік төрт бұрыш болып келген параллелепипедті айтамыз. Ал куб енді біз оны білеміз, яғни оның барлық қырлары, табаны барлығы тең болып келеді. Енді мысалға қарайтын болсақ, тік призманың табан қабырғалары 5 см және 12 см болатын тік төрт бұрыш. Призманың диагоналі 17 см, призманың бүйір қырын табындар. Бізде міне призманың суреті берілген, табаны бізде төрт бұрыш, ABCD, оның қабырғасы AB бізде AB мен және DC бізде 5 см-ге тең, ал AD мен BC бізде 12 см-ге тең. Енді біз бүйір қырын табу үшін біз табанның бірінші диагоналін тауып алуымыз керек. Яғни біз AC-C1 үш бұрышын қарастырып, C1-ді тауып аламыз. Ол үшін бізде А-сыны табу үшін біз тік төрт бұрыштың диагоналін табамыз. Яғни ADC тік бұрышты үш бұрышын қарастырамыз. ADC тік бұрышты үш бұрышын қарастырған кезде бізде AC гипотенузасы болып табылады. Гипотенузаны табу үшін Пифагор теоремасын қолданамыз. Яғни екі катеттің квадраттарын қосамыз. Біздегі екі катеті ол табан қабырғалары болғандықтан, AD бізде 12 см-ге тең, яғни оны квадраттасақ, бізде 144 болады. Ал AB бізде 5-ге тең, оны квадраттасақ, бізде 25 болады. Екеуін қоссақ, бізде 169, оды түбірден шығаратын болсақ, AC бізде 13 см-ге тең. Сонда табан диагоналі бізде 13 см-ге тең. Енді осыдан кейін біз AC-C1 тік бұрышты үш бұрышын қарастырамыз, яғни C1 катетін табамыз. Ол үшін біз гипотенузаның квадратынан екінші катеттің квадратын азайтамыз. Яғни C1-ді тапқан кезде бізде AC1 ол есептің шарты бойынша 17 см-ге тең. Оны квадраттайтын болсақ, бізде 289-ға тең. Ал AC бізде 13-ге тең, яғни ол табан диагоналі. 13-ті квадраттайтын болсақ, ол бізде 169-ға тең. 289-дан 169-ды азайтамыз, бізде 120 шығады. 120-ны біз жіктейміз, яғни 4 көбейтілген 30, 4-тен бізден түбір астынан 2 шығады, ал түбір астында 30-ды біз қалдырамыз. C1 сонда бізде 2 түбір астында 30 см-ге тең. Бұл есептің жауабы, яғни тік призманың бүйір қыры 2 түбір астында 30 см-ге тең. Келесі, кубтың диагоналі 8 см берілген, кубтың қырын табындар. Міне куб бізде, яғни қыры, табаны барлығы бірдей, дене, яғни ABCD, бұл жердегі AC1 бізде 8 см-ге тең. Кубтың диагоналінің формуласын қолдана отырып, яғни диагональ тең, табан қабырғасы түбір асты 3-ке көбейткенге тең. Осы формуланы қолдана отырып, біз диагоналінің орнына 8 см-ді қоямыз. Сонда қабырғасын тапқан кезде 8-ді түбір асты 3-ке бөлеміз. Түбір асты 3-тен 8 болады. Біз енді алгебрадан білеміз, яғни иррационалдықтан құтылып отыруымыз керек екен. Сондықтан иррационалдықтан құтылған кезде түбір асты 3-ті біз алымына да бөлімеде көбейтеміз. Сонда бізде 3-тен 8 түбір астында 3 болады. Сондағы кубтың қыры бізде 3-тен 8 түбір асты 3 см береді екен.
Енді осы сабағымызда қорытындылай келе, яғни тік призма дегеніміз ол бізде геометриялық дене, яғни ол стереометрияға жатады, және оған байланысты біз өмірде қолданылатын денелерді білеміз. Яғни ол біздегі мына бөлме тік призмаға жатады. Сол сияқты құрылып жатқан үйлер, сол сияқты мысалы шайдың қорабы, оның барлығын біз призмаға жатқызамыз. Бұл призма сабағын қарастырған кезде көбіне болашақта мамандық таңдағанда, мысалы құрылысшылар, дизайнерлер немесе архитектурамен айналысатын адамдарға, яғни әрбір геометрияның әрбір элементі керек болып табылатынын білесіңдер. Қарап та көріп жатырсыңдар. Яғни сендерге өздігінен орындауға берілген тапсырмада бірінші мысалы, егер тік бұрышты параллелепипедтің өлшемдері 2, 3, 6 болса, оның диагоналі қандай болады? Яғни сендер бұл есепте тік бұрышты параллелепипедтің өлшемдері бойынша қолдарыңа макетін жасай аласыңдар. Сол кезде өлшемдерін есептей отырып, макетіне қарап, ол бізде оның диагоналі қандай болатынын қарай аласыңдар. Немесе бүгінгі өтілген тақырыптағы формулаларды ескере отырып, диагоналін таба аласыңдар. Осы есепті орындай алады деп сенемін. Сәттілік, сау болыңыздар.